Баршаңызға ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін өзім сияқты сөп-сүйкімді, топ-томпақ, өте дәмді болып шығатын бауырсақтар пісіреміз. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттардың құрамын бәрін описанияға жазып қоямын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Алдымен сүтімізді, айранымызды жылытып аламыз. Және де ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Сонда бауырсақтарыңыз пышный болып, жақсы көтеріліп піседі. Сары майымызды да ертіп аламыз, қантымызды саламыз, тұзымызды саламыз. Дрожжиімізді міндетті түрде жылы жерге қойып қоямыз. Алдын ала, егер де холодильникте болса, 15-20 минут бұрын үй температурасына шығарып қойған абзал. Сонда бауырсақтарыңыз жақсы көтеріледі. Кейбіреулер холодильниктен сразу ала салып қолдана береді екен. Сонда ол дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Толықтай араластырып алғаннан кейін ұнымызға құйып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Видеоларым ұнаса, жақындарыңызға, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Бірден қолмен илей берсеңіздер де болады. Мен осылай қасықпен араластырып, сосын барып қолмен жасайтын боламын. Енді жақсылап тұрып қамыр илейтін боламыз. Иленген қамырымызды бір жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып, бетін жауып, орап, қамырымыз жаурап қалмайтындай, салқындап қалмайтындай жақсылап тұрып орап тастаймыз. Осылай ыдысымыздың шетін тазалап отырып илейтін боламыз. Қамырымыз өте нәзік, жұп-жұмсақ болып тұр. Осы қамырды енді бетін жауып қоямыз. Біздің қамырымыз 2 есеге ұлғайып көтеріледі. Енді осы қамырымызды 2 жуалаға бөліп, біреуін жаятын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр сондай жұп-жұмсақ, әдемі болып көтеріліп шықты. Қамырымызды жайып кесетін боламыз. Аз-аздап қана ұн себеміз. Дәл осы сәттен бастап майларыңызды ысыта берсеңіздер болады, яғни қыздыра берсеңіздер болады. Мен осындай кольцомен кесетін боламын. Кольцо жоқ болса, кәдімгі пышақпен де 4 бұрышты қылып кесе берсеңіздер болады. Біздің майымыз қызып қалды. Осылай кесіп болғаннан кейін қамырымыздың бетін жауып 5-10 минутқа қалдырып қоямыз. Қызған майымызға бауырсағымызды 2 жағын ауыстыра отырып пісіріп алатын боламыз. Видеодағыдай қып-қызыл топ-томпақ бауырсақтар дайын болады. Өте керемет болады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.